OX осіне қарағанда берілген квадраттық функцияның графигіне симметриялы болатын квадраттық функцияның формуласы. OX ошы дегеніміз міне мынау. Міне осы болып табылады. OX осіне қарағанда берілген квадраттық функцияның графигіне симметриялы. Демек, ол мынандай график қой, мына минус бірден былай қарай тұратын осының графигін айтады. Енді бізде y тең x квадрат деген график болады. Ол міне мынандай болады, мына жерде тұрады. Сосын сол графикті алып, бір адым жоғары көтеретін болсақ, мынандай график пайда болады. Және біз тексерсек болады, мен x-тің орнына 1-ді қойсам, 1-дің квадраты 1. 2-ге сәйкес келе ме екен? Бұл жерде сәйкес келеді. Кішкене сәйкес келмейді екен, мына жер былай қисық тұр ма? Мына жер мен мына жер қисықтау тұр. Бірақ бұл жерде басқа амал жоқ, қағидасы болатын сияқты ғой. Жоқ, міне варианттарына қарайық. Иә, бәрі сәйкес келмейді. Демек, былай болған. Демек, оқиға былай болған. Мен қазір мынаны өшіремін. Y тең x квадрат плюс 1 дегенді. Варианттарына қарайсақ, 2 еселенген, 3 еселенген тұр. Мынаны қазір біз бүйтіп келтіретін болсақ, міне 1-ді жоғары келтіріп көрсететін болсақ, ол 3-ге сәйкес келеді екен. Міне 3-ге. Одан кейін жаңағы 2 неге сәйкес келеді? 2 бізде мына жерге сәйкес келеді. Және 3 туралы айтайық. Демек, бұл бүйткен y тең 2x квадрат болған, 2 еселенген. Одан кейін y тең 2x квадрат деп үстіне 1 көтерілген. 2x квадрат 1 адым көтерілген. Сонда, міне x-ға 1-ді берген кезде, 1-дің квадраты 1, 2 бірім 2, 1-ді қосам 3 шығады. Минус 1-ді берсем, минус 3 шығады. 0-ді берсем 1 шығады. Ал мынау қарап тұрсақ, міне бұлай келетіні, ол түбірасты 2-ден 1 ғой. Түбірасты 2-ден 1 деген нәрсе, сол кезде 2 шығады. Енді кішкене графикпен көру кішкене қиындау мына жерде, бірақ негізі нақтырақ беріледі. Мысалы, неге 3 есе емес деген кезде 3 есе болса 1 деген 4-ге сәйкес келу керек болады да. Мұнда 3-ге сәйкес келіп тұр. Осы нүкте бәрін шешіп тұр. Бұл мынаның графигі. Мінеки. Оқушы бізде басқасын белгілеген. Енді ол симметрия түрі астында болу үшін оның алдында минус қойылады. Минус 2x квадрат, минус 1. Сол үшін мына жауап дұрыс болады. Осылай шығатын есеп. Осылай шығады.